Қайырлы күн, достар. Іскер азамат тобына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге бастау бизнес бойынша курстан қалай өту керек, сертификат қалай алу керек, және оған қалай тіркелу керек екендігін көрсететін боламын. Ол үшін Google батырмасына бизнес еңбек деген жазуды тереміз. Осы жерде мына бірінші бөлімді таңдаймыз. Сосын міне бізге бастау бизнес жобасы бойынша оқыңыздар, кәсіпкерлікті даярлайтын негізгі курстарынан өтіңіздер деп қойған. Осы жерде бастау бизнестің не үшін қажет екендігін танысаңыздар болады. Бастау бизнес жобасы бойынша оқыту не береді? Бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негізінде оқыту жеке әлеуметтік санаттағы жататын жас кәсіпкерлерге өз бизнесін жүргізу үшін бастапқы білім мен дағдыларын алуға мүмкіндік береді. Оқуды сәтті аяқтағаннан кейін жобаға қатысушы аяқтаған туралы сертификат алады және өзінің бизнес жобасын іске асыру үшін 400 айлық есептік көрсеткішке дейін мөлшерлемелі грант алуға үміткер бола алады. Яғни ол қазіргі теңгемен шаққанда 1 миллион 200 мың теңгені құрайды. Яғни алғашқы бизнесіңізді ашу үшін мемлекет сізге грант есебінде қайтарымсыз қаражат береді. Грант не үшін беріледі? Онымен де таныс болсаңыздар болады. Мен сіздерге арнайы слайдын ашып көрсетіп отырмын. Қалай тіркелу керек екендігін, қалай беру керек, бизнес жоспар қалай беру керек, нәтижені қалай тексеру керек, барлығы және видео нұсқаулықтар бар. Егер сіз түсінбесеңіз осы жерде. Ал енді құрметті достар, мен сіздерге осыған қалай тіркелу керек екенін көрсетейін. Ол үшін кіре деген батырманы басамыз. Осы жерде сіз электрондық поштамен немесе ұялы телефонмен тіркелсеңіз болады. Егер сізде электрондық почта болмаса, қазір мен сіздерге электрондық поштаны қалай ашу керек екендігін көрсетемін. Егер сізде электрондық почта болмаса, сіздерге почта жазамыз. Мен осы керегі ашағаннан кейін совет почта дегенді. Мен совет почта дегенді ашқаннан кейін сізге осы анкетаны толтыру керек. Мұқият барлығын толтырып шығасыздар. Енді сіздермен электрондық поштамызды аштық. Енді қайтадан кіру деген батырмаға басып тұрғын. Біздің электрондық поштамызды көшіріп аламыз. Біз тіркеліңіз деген батырманы басамыз. Жұмыс іздеуші санат электрондық поштаны тіркелу дегенді басқаннан кейін біздің электрондық поштамызды осы порталда сіздің өзіңіздің поштаңыз екенін тексеру үшін сізге хат келеді. Сол хаттың үстінен басып, яғни өзіңіздің поштаңыз екендігін бастауыңыз қажет. Поштаңызды бастап болғаннан кейін міндетті түрде парольді жазып кіргеннен кейін бізге осы жерде сайтқа кіргізеді. Енді сіз мынау адамның батырмасын басып, менің кабинетім деген бөлім номеріңізді кіргеннен кейін сіз қол қою үшін РЦП кілтті ашуыңыз қажет. Міне РЦП кілттен қол қойғаннан кейін тексеру батырмасын басасыз. Және сіздерге тексеру батырмасын басып, өзіңіздің санатыңызды таңдайсыз. Және РЦП-мен міндетті түрде қолға керек. Яғни тексеріс сәтті болды деген. Осындай бет ашылады. Тексерілуде кезек номері дегенді осы терезені міндетті түрде дөңгелетеді. Енді сіздің мәртебеңіз тексеру нәтижесі 8-2011 жылға дейін жарамды деп қойған. Енді осы тексеріс оң нәтиже бергеннен кейін мына жерде курсқа жазу деген батырман. Енді мына курсқа жазуды бастағаннан кейін бізде осындай сабақтар бөлімі ашылады. Сіздерге сабақтарды қарау үшін сабақтар батырмасын басып, бірінші сабақтан бастап өтіңіздер болады. Бірінші сабақтан бастап көресіздер осылай. Сосын келесі сабаққа өтіп, сабақты аяқтап, келесі сабаққа өтіңіз деген батырманы басасыз. Сосын біз сіздермен
Осылардың барлығын өткеннен кейін мен аралық тестілеу деген басасыз. Тестілеуден өту деген батырманы басасыз. Міне 15 сұрақ берілген, осы 15 сұрақтың біреуін таңдап келесі деген батырмаға өтіп тестті аяқтайсыздар. Және ең соңында бізде қорытынды тестілеу көрсетілген. Қорытынды тестілеуден 25 сұрақтан 18 минуттан жауап беріңіздер, яғни 7%-дан жоғары жауап беріп, онда сізге сертификат береді. Егер сіздерге осы видео өз пайдасын тигізсе, лайк басып каналымызға жазылып кетіңіз. Алдағы уақытта мен сіздерге сертификатты қалай жүктеу керек екендігін және оны қалай сақтау керек екендігін көрсететін боламын. Келесі видеода кездескенше